Ай ұлым, бұл қазақтың киелі қамшы деген болады. Бұл қазақтың әрбір қазақтың құндылығы өзінің еті бар. Ұлым-ау. Бұл қамшы деген нәрсе әр қазақтың шаңырағында төрінде тұратын бұйым. Қамшының ұлым өзі түр-түрге бөлінеді. Мынасы сақ деп айтылады. Мына жері алақан деп айтылады мына қамшыда. Мына жері сақина деп айтылады. Мынау бұйым дейді, мынау өрме деп айтылады. А басы болса, ол шашағы деп аталады. Бұл қамшының өзі ұлым 3 өрімнен 40 өрімге дейін түрі бар. Қамшының түрі көп, ұлым-ау. Қамшының мына қазақ жауға шыққан кезде жауға ұстайтын қамшы бір бөлек, көкпарға шығатын қамшы бір бөлек, мына сені ертең сүндетке отыратын сүндеттің қамшы бөлек, одан шаңырақ қуған келіннің бетін ашу қамшы деген болады. Аңға шығар қамшы деген болады. Қамшының өзі 10-нан астам түрі болады, ұлым-ау. Дұрыс айтасың, әкесі. Баға жетпес байлығымыз, құндылығымыз біздің қамшы. Жасаған қамшы біздің де төрімізде, шаңырағымызда сән беріп тұрары. Енші, балам, әкеңнің айтқанын тыңдап отыр. Әкеңнің айтқан әрбір сөзі жас бала алғыр керек дейді. Жасаған жақсы істеген ісіне, айтқан сөзіне мұқият болғайсың, балам. Қамшы деген ұлым, мына қамшымен қазақтар жол жөнекей сұрайтын кезде қамшымен көрсеткен. Саусағы шайтпаған есіңде болсын. Сәнде бөрік берейін, шаш бауыңды тағып берейін, денеңді тік ұстауыңа. Сыңғырлап жүгірген кезде сыңғырлап дауысы шығады. Неге? Сондықтан, қызым, қыз баласы қатты жүгірмейді. Байыпты, байсалды, сабырлы болу керек. Неге? Қызым, шашбауың құтты болсын. Әкесі, қызымның шашбауын қараңызшы. Керемет, өте керемет. Мынау менің екінші ағам бар. Соның қазақылы осындай өнері бар. Соның қолдан осы қызыма айдайлеп істеген зергерлік бұйымы. Қараңыздар, керемет емес пе?